Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен шие шырынын қысқа қалай дайындаудың рецебімен, яғни бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге қалай дайындалуын, яғни шие компотының көрсетемін. Алдымен осындай шиемізді аламыз, яғни барлығын жуып, тазалап, шиеміздің қатты шиеден аламыз, яғни қаттылау болған дұрыс. Осыларымызды, осы шиемізді стерилизациядан өткен, яғни алдын ала дайындалған банкілерімізге бөліп саламыз. Яғни мен осы шиемді 3 литрлік 2 банкіге бөліп салдым. Банкілерімді алдымен дайындап алдым, стерилизациялап, содан кейін барып осы шиелерімді банкілерге бөліп салдым. Одан кейін ыстық суды, яғни ыстық суымызды қайнатып алып, 2-3 литрлік банкіге жететіндей қайнатып алып, осы банкілерімізге қайнап алғаннан кейін бірден қайнап тұрған кезінде құйдым сразу. Яғни осылай барлығын ыстықтай банкімізге, 2 банкімізге құйып алып, суымыздың барлығын мінекей осылай қойып қоямын. Яғни крышкамызды де ыстық суға салып, бұны да стерилизациядан өткізіп алдым. Одан кейін қайнап аз уақытқа осыларды қойып қоямын, яғни құйғаннан кейін. Енді осы тұрды 5 минуттай тұрғаннан кейін осы ыстық суымызды, компотымызды қайтадан, яғни арнайы крышка жауып тұрып, қайтадан құйып қайнатып аламыз. Мен тағы да бір қайнатып алдым. Екінші қайнатқаннан кейін тура сол суымды қайтадан банкілерге құюым керек. Ол үшін алдымен қантымды салдым, яғни 3 литрлік бір банкіге 200 грамм стаканмен осындай мөлшерінде қант салам. Яғни сәл көптеу болсаңыздар да болады, енді тәтті болсын десеңіздер, сәл көптеу салуға да болады. Мен осылай 200 грамм стаканмен құйып шыққаннан кейін, жаңағы екінші қайтара қайнаған суымды, яғни қайнатып қойған суымды осы банкілеріме қайтадан құйып шығамын. Одан кейін осы банкілеріміздің бәрін жауып тастап, жауып болғаннан кейін түбінде қанты ермей қалады десеңіздер, аз уақытқа осылай айналдырып қозғасаңыздар, түбіндегі қанттар барлығы еріп кетеді. Яғни қантымыздың бәрі еріп кетуі керек, соған дейін аздап осылай шайқап қозғап қою керек банкілерімізді. Мінекей осылай дайын болды біздің компотымыз. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Мінекей сіздер де көріңіздер, өте оңай және дайындалуы да жылдам.